бұл жерде мен шын ғашық болған болатынмын. Дәл қазір осы жерде ол адаммен қоштасқым келді. Каскон. В общем, Касконтай, таны қош бол. Кімге қалай өздеріңіз білесіздер. Енді жалпы сол туралы әңгімелескім келіп тұр. Дәл қазір сол туралы әңгімелесіп, және де сол әңгіменің точкасын дәл осы Стамбул қаласында қойғым келіп тұр. Себебі сол махаббат, сол нәрсе Стамбул қаласында басталған болатын. Сол себептен осы жерден соны аяқтаған келдік. Аллаға шүкір, бәрі қазір жақсы, бәрі керемет. Енді солай болды. Мен бір ғана нәрсе айтқым келеді, қымбатты достар. Егер сіздердің араларыңызда бір кішігірім ұрыс басталайын деп жатқан болса, уже тийтсаңыздар, жақындамаңыздар, керек емес, вообще ажыраспаңыздар, достар. Вообще никогда. Район Стамбулдың осы жерлерде, дәл осы теңіздің жағасында жүріп, мен өзімнің махаббатымды, өзімнің сезімді ол адамға білдірткен болатын. Осы қалада мен предложение жасаған болатынмын. Осы қалада теңіздің жағасында жүріп, біраз екеуміз армандайтынбыз. Сол армандарымыз Аллаға шүкір барлығы орындалды. Барлығына жуық орындалды. Бірақ өкінішке орай, достар, бұлай болатын ешкім ойламайды. Бірақ бүгін дәл қазір, дәл осы сәтте, дәл осы жерде мен ол адаммен қоштасқым келіп тұр. Осылай, короче. Енді қиын болса да, енді уже жарты жылдай уақыт өтіп кетті. Еш нәрсе өзгермейтініне көзім жетті. Сол себептен енді қоштасудан басқа еш нәрсе қалған жоқ. Жаңа өмір бастау керек. Себебі деген өмір жалғасып жатыр. Өзі қысқа ғана өмір, қанша өмір сүретінімізді білмейміз. Сол себептен максимум бізге берілген уақытты тиімді, жақсы пайдаланғым келеді. Сол себептен дәл қазір осы жерде ол адаммен қоштасқым келеді. Енді біз байланыстамыз, біз уже бір айдан асып кетті, бір-бірімізді көрмегенімізге, сөйлеспегенімізге. Сол себептен бұл видеоны ол көретініне мен 100% сенімдімін. Сіздер барсыздар деген сияқты жетеді. Дәл осы сәтте. Құрметті Каскон, өзің білесің, танып тұрсың деп ойлаймын. Ұмыт болмаған шығарсың, бұл уақыт болған жоқ. В общем, Касконтай, таны қош бол. Көзіңнің өп-мөлдір моншағы ағады, менің де жаным ау жүрегім жаралы. Сол бір күндер сағыныш болып қалады, сен алғаш оралмас қош бол махаббатым. Көзіңнің өп-мөлдір моншағы ағады, менің де жаным ау жүрегім жаралы. Сол бір күндер сағыныш болып қалады, сен алғаш оралмас қош бол. Приятно, өте приятно. Сіздердің әрбір смс-тарыңызды оқыған, смс алған. Соңғы кездері маған осы последний время мынандай смс-тар көп келетін болған. Жақан, менің қызым бар еді, жақан, менің қарындасым бар еді, сіңілім бар еді, апам бар еді деген сияқты танысшы. Мен енді татау андай өтпей қалған адам емеспін, Алла сақтасын. Енді шүкір Аллаға, бәрі бар ғой, дипломнан басқа бәрі бар. Алла бұйыртса, уақытымен бәрі, мезгілімен болады, бәрі де. Уайымдағандарыңызға көп рахмет. Білмеймін не деген чуйка екенін, ішімде бір чуйка бар да. Мен в любом случае бар ғой, бар ғой іштей. Вот сондай болып тұр менде. По-любому менің болашақ махаббатым Стамбулда сәт. Махаббат гүлі солыма, қоштасып кеткен ғашық. Реально шүйтшісің бе не? Түбінде бақытты болма. Қайсың? Короче, кішігірім әзіл. Жыртылып қалдым кеше, короче. Больницадан шығайын деп отқанда врач айтады, короче, Жақан, саған осындай заттар жеуге болмайды, осындайлар болады. Бәрін айтып беріп жатыр ғой, диета ұстау керек, анау мынау. Айтады, абсолютно категорически нельзя кушать кешью дейді ғой. Брат дедім, врачқа желание жоқ деді. Не жейтін, не көретін, не... В общем, вообще, оған желание жоқ дедім, короче. В общем, сол достар. Басқа заттардың бәрін жеуге болады.